Қымбатты менің тыңдармандарым, барлық мақтау, мадақ әлемдердің Раббысы Аллаға ғана тән. Жүрегіміздің нұры болған, гүлі болған пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың оған сәлемі мен игілігі болсын. Түсірілген Құранда, Құранның жүрегі болған Ясин сүресінің 82-ші аятында Алла тағала күн фаякун, бол деу арқылы бүкіл әлемді жаратқан. Шын ниетімізбен, шын жүрегімізбен Алла тағалаға дұға етейік. О Раббым, жер мен көкті жаратқан, жоқтан бар еткен, жаратылысымызды бір тамшы суменен, балшықтан жаратқан, әлсіз құлдарыңа адал ризығыңды нәсіп ет. Өзіңнің нығметтеріңе бөле, жолымыздағы кедергілерді жойып, жолымызды ашық ет. Дерттерімізге шипа бер, шүкіршілігімізді арттыр. Бақытты, бай, қуатты, адал құлдарыңның қатарына болуды нәсіп ет. О Раббым, саған ғана тәуекел етіп, саған ғана сыйынып, саған ғана барлық ісімізді тапсырамыз. О Раббым, жер бетіндегі барлық мұсылмандардың дұға тілектерін қабыл ет. Әмин.